заң жобасын талқылауға көшеміз. Сөз депутат Серіков Таңсәуле Ғабдыманапұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер. Мен осы заң жобасын қолдаймын. Қазақстанның бұл шартқа қосылуы адам құқықтарын, оның ішінде мүгедектердің құқықтарын қорғауға бағытталған қолданыстағы заңнамалық және институционалдық базамен тығыз байланысты уақытылы және стратегиялық қадам деп санаймын. Қазақстанның инклюзивті білім берудің құқықтық жүйесін жетілдіру бойынша тұрақты күш жігері, мемлекетіміздің инклюзивтілікке және мүгедектігі бар азаматтардың құқықтарын қорғауға деген ұмтылысын көрсетеді. Бұған Қазақстан 2015 жылы ратификациялаған Біріккен ұлттар ұйымының мүгедектердің құқығы туралы конвенциясы да дәлел бола алады. Шарттың баптарын талдау Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне сәйкестігін және Біріккен ұлттар ұйымы шеңберінде жасалған халықаралық шарттарға қарама-қайшылық жоқ екендігін көрсетеді. Шарттың ратификациялау көру қабілеті бұзылған адамдардың зияткерлік және еңбек әлеуетін дамытуға, сондай-ақ олардың әлеуметтік интеграциясына және өмір сүру сапасына арттыруға ықпалдасады. Орталық Азиядағы көршілеріміз бен ТМД-ға мүше мемлекеттермен қатар Қазақстанның көптеген серіктестерінің шартқа кеңінен қатысуы, мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолжетімді туындылармен халықаралық алмасу арқылы олардың тізбесін кеңейтуге мүмкіндік береді. Жоғарғыда айтылғанды ескере отырып, аталған заң жобасын қолдауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет. Сөз депутат Сейітжан Кенжеғұл Социалұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Біріншіден барлық әріптестеріме алғысымды айтқым келеді. Себебі осы 1,5 жыл бойы біз келгеннен бері осымен екінші мүгедектігі бар азаматтарға арналған екінші заң қабылданып отыр. Жаңа әріптесім айтып кеткендей 2015 жылдан бері келесі жылы 10 жыл болады. 10 жылда көптеген осы мүгедектігі бар азаматтарға арналған заңдар көптен бері қабылданып жатыр. Көптеген заңдарға осындай өзгерістер енгізіліп жатыр. Барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Бұл заң енді әрине кітапханалардың жаңа мына үкімет мүшесінің айтқанда кітапханалардың желісі дамитын. Одан кейін мен тағы бір қуанышпен айтқым келетіні, бұл тек қана біз халықаралық деңгейдегі туындыларды ғана емес, өзіміздің елдегі туындыларды Брайль тілінде немесе аудио тілінде басқа елдерге жеткізе аламыз. Қазақ тілін үйренгісі келетін барлық шетелдегі азаматтар осы біздің тіл арқылы түркі тілінің әлеміне енеді. Осыған рахмет айтқым келеді. Барлықтарыңыз ғұмырлы болыңыздар. Рахмет. Рахмет. Сонымен талқылауға қатысатын басқа депутат жоқ. Талқылау барысында осы заң жобасын қабылдау туралы бір ғана ұсыныс түсті. Қарсылық болмаса, осы ұсынысқа дауыс берулеріңізді сұраймын.